Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құлпынайды қысқа қалай сақтау керек, осы сұрақ бойынша өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Алдымен құлпынайларды тазалап, жақсылап суға жуып аламыз. Тазартылған әрі жуылған құлпынайды таза әрі құрғақ орамалдың үстіне орналастырамыз. Құлпынайлар толық кепкенше күтуіміз қажет. Осылайша құлпынайлардың барлығын орналастырып шығамыз. Құлпынайлар толық кепті. Кепкен құлпынайларды арнайы қалыпқа саламыз. Осылайша кепкен құлпынайлардың барлығын салып шығамыз. Арнайы қалыпқа салып болғаннан кейін мұздатқышқа 5-6 сағат қойып салқындатамыз. Құлпынайды тоңазытқыштан алып шықтық, яғни тоңазытқышта 6 сағат бойы тұрды. Енді қарайтын болсақ, яғни міне қысқа сақтауға дайын деген сөз. Енді оны кез келген пакетке салуға болады. Мысалға үйде мынадай пакет болса, осыған да салуға болады, немесе одноразовый мешокқа салуға болады. Енді осының барлығын пакетке салып, бетін байлаймыз. Құлпынайды қысқа сақтауға дайын болды. Құлпынай 1 жыл бойы бұзылмайды, өз қалпын сақтап тұрады. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар. And on we'll go.